Сәкен Сейфуллин, жер қазғандар, кешкі шайда. Жұмыскерлер өз-өзден жатақтарында қыдырласады. Дабдырлаған, үпірлеген дауыстар естіледі. Айлықтың күркесінің жанында қазандық бар. Қазандықта 2 мыс қазан бар. Жұмыскерлерге күніне 3 мезгіл, таңертең, түсте, кешке осы мыс қазандықтарда суған қайнатылып қойылады. Жұмыскерлер 3 мезгіл шай суын содан алады. Ал өзге астар әр қосын өздері бөлек. Қазір енді мыс қазаннан қайнаған суын жұмыскерлер бір кісі шай ыдыстарымен, чайниктермен келіп суарын алып кетіп жатыр. Ей, Отарбай, шабдан! Ана тәженің қатына суды сырттан дөкпесін. Шайнек ішпекке дәл көзесін. Деді Сабақ деген шолақтан жігіт. Ей, Сабақ, саған да жедел танауыңа құятын болса. Сен мына шүмекке танауыңды дөсең. Деді мыс қазаннан қайнаған суап жатқан тәженің қатына Жәмила деген қызыл келіншек. Ва-ха-ха-ха-ха! Солға тұрған қазақтар ду күлді. Ал, ана Иванның Марфасы келіп дәу бақырмен, Иванның Марфасы келіп қара бақырмен, деді біреу. Марфа, сенікі бедірек үлкен, кепедік қоншыл. Сенікі бедірек бәріне кетеді, деді тағы да Сабақ. Сабақ бұл орысша сөзді дәл тауып айттым-ау деген ақылды түрмен күле сөйледі. Сайтан неме, санты өткен бедірек, сайтан неме, деп Марфа күліп кеп тұрды. Ал, ана сұмырай барады. Ал сұмырай суды құртады, деді барақтың алдындағы біреу. Сұмырай дегені үлкен құлбақырмен мыс қазандықтың қасына келе жатқан арақ қауқыған сұршы. Вай, бұл тұйған көзіңдір-ай, сен сұмырай, деді ол. Жапа-дармағай әр күркенің жанына жұрт жиналып, бөлшендеп келіп жуынысып жатыр. Ал жуынып болғандары өз күркелерінің шайғандықтарын дайындауға кірісті. Дастархан орнына қолданып жүрген кіркі шаршыларын, кенеп қаптарын, орамалдарын жайып, нандарын турауға кірісті. Ал қатын қалашы бар достардың шай жабдықтарын қатындары, балалары дайындады.